Сіздермен біздің сүйікті тыңдаушыларымыз, арнада әлемнің нұры, соңғы уақыттың үні каналы. Сіздермен біз Айнұр және Залия. Армысыздар біздің құрметті тыңдаушыларымыз. Сіздермен осы уақыт өткізуге біз өте қуаныштымыз. Залия, бүгін қалың қалай? Иә, Айнұр, рахмет, жаман емес. Мен кеше электрлік пешке тапсырыс беріп едім. Көлемі аз болып, кішкене көңілім түсіп кеткені болмаса, қалған барлығы жақсы. Бұрынғы пешімнің көлемі үлкен еді ғой. Иә, есіңізде ме, біз сол пешке веган пицца жасап жейтін едік қой. Ол өте дәмді болатын еді ғой. Иә, әрине есімде. Қазір де жасасақ та болады, бірақ көлемі кішкентай болып шығатын болды. Көлемі маңызды емес қой, дәмді болса болды ғой. Біз енді өзіміздің тыңдаушыларымызға ондай пицца бере алмаймыз, бірақ бере алмасақ та ұлы тамақ, Құдайдың сөзін бере аламыз, үйрете аламыз және сұрақтарға жауап бере аламыз. Сондықтан да егер сіздердің сұрақтарыңыз болса, біздің сүйікті тыңдаушыларымыз осы видеоның астына жазуыңызға болады. Біз сол сұрақтарға жауап беруге қуанышты боламыз. Иә, Залия, онда бастамас бұрын Құдайдың батасын сұрап алсақ. Иә, әрине, Айнұр, онда сен сыйынып жүресің бе? Аса қамқор, ерекше мейірімді жаратушы иеміз, саған үлкен алғыс айтамыз. Осы қазіргі уақытқа дейін сен бізді жетелеп келе жатқаныңа және қазір де өзіңнің жетелеуіңді сұраймыз талқылауға. Өзің бізбен және көрермендермен бірге бол. Талқылауымызға өзің көмектес, өз жарылқау батаңды сұраймыз. Аумин. Амин. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз Люцифердің құлдырауы. Люцифер деген кім? Ол не істеді? Біз бүгін сол жайында тілдесетін боламыз. Айнұр, енді Езекииль кітабының 28 тарауының 11-ден 18 аяттарды оқып жібересің бе? Иә, мен 2010 жылғы аударманы оқиын. Жаратқан ие маған тағы да сөзін арнап былай деді: ей пендем, Тир патшасын жоқтап оған былай де: жаратқан Тәңір ие мынаны айтады: сен даналыққа кенелген, мінсіз, келбетті әрі кемелділіктің үлгісі болатынсың. Сен Эдемде Құдайдың пейіш бағында болыпсың. Үстіңдегі киімің рубин, топаз, алмаз, зүбәржат, оникс, яспис, сафир, лағыл, изумруд сияқты әртүрлі асыл тастармен безендіріліпті. Жиектемелерің мен қондырғыларыңның бәрі алтыннан жасалыпты. Олар сен жаратылған күні дайындалған болатын. Мен сені қанаттарын жайған керуб атты күзетші періштемен бірге орналастырдым. Құдайдың қасиетті тауында оттай жарқылдаған асыл тастардың арасында жүретін едің. Сен жаратылған күннен бастап жүріс-тұрысыңда кінәратсыз болып келдің. Алайда бір күні өзіңнен әділетсіздік табылды. Сауданың молдығынан зорлық жасауға әбден салынып күнәға баттың. Сондықтан мен сені арамданған деп санап, Құдайдың тауынан лақтырып тастадым. Күзетші періште керуб сені оттай жарқылдаған асыл тастардың арасынан аластатып қуды. Өйткені әсем келбетіңнен асқақтап кеткен едің. Нұрлы салтанатыңа салынғаныңа бола даналығыңды білдірдің. Содан мен сені жерге басқа патшалардың алдына лақтырдым. Олар саған қызыға қарайтын болды. Саудаңды әділетсіз жасап, көптеген қылмыстарыңмен ғибадатханаларыңды арамдадың. Сондықтан мен ортаңнан от шығарып, ол сені жалмап қояды. Осылай мен өзіңе қарап тұрғандардың көзінше сені күлге айналдырып құртатын боламын. Айнұр, бұл жерде кім туралы айтып отыр? Бұл жерде Тир патшасы туралы айтып жатқанын көріп тұрмыз. Алайда бұл жерде шынайы өмір сүрген Тир патшасы туралы айтып тұрған жоқ. Бірақ сол Тир патшасының бейнесін қолдана отырып, 14-ші аятта оқығанымыздай, керуб болдың деп, яғни керуб деген 4 қанатты періште жайлы баяндаған. Иә, Құдай бұл жерде періштені Тир патшасына теңеп, оған ұқсастырып айтып жатыр. Сондықтан да періштенің қандай болғанын және оның не істегенін түсіну үшін бізге алдымен Тир патшасының кім болғанын түсініп алу қажет деп ойлаймын. Сол туралы түсіндіріп кетсең, Айнұр. Тир патшалығында Хирам 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші финикиялық патшалар билік құрған. Хирам 1-ші, ол біздің заманымызға дейін 980-947 жылдар өмір сүрген. Тақта 34 жыл бойы билік құрған.
Сол кезде бұл қала Финикияның және Жерорта теңізінің шығысындағы ең маңызды сауда орталығы болып табылған. Ол алтынға, асыл тастарға бай болған. Астра және Мелькарта деген құдайсымақтарға, яғни жалған құдайларға ғибадатхана орнатқан. Үшінші патшалықтардың 9-шы тарауын оқитын болсақ, ол жақта Хирам Дауд пен Сүлейменмен одақта болған жайлы айтылады. Және Иерусалимдегі бірінші ғибадатхананы құруда Хирам көптеген материалдар берген болатын. Зәулім кедр ағаштарын, алтыннан жасалған бұйымдарды жеткізген. Ал Сүлеймен болса Хирамға бидай, зәйтүн майын, жүзім шырын берген. Солай олардың арасында саудалық алмасым болып, жақсы достық орнайды және саяси қарым-қатынаста болған олар. Тир патшасы Хирам ол Сүлейменмен бірге Офирге, яғни Офир деген ол кейбір деректерде қазіргі оңтүстік Арабия, Йемен жері деп жазылады. Сол жақта олар саудалық мақсатпен кемеде жүзеді. Сүлеймен оған Галлия жерінен 20 қаланы береді, бірақ ол Хирамға ұнамай қалады ол жерлер. Бірақ соған қарамастан олардың достығы ажырамайды. Алайда Тир патшасы Хирам сауданы адал жасамайды, пайда тапқысы келеді, сөйтіп әділдіктен тайып кетеді. Енді біздің тыңдаушыларымызға Тир туралы түсіндіріп кетейік. Тир бұл қандай жер болған екенін. Тир бұл ежелгі финикиялық қала мемлекет болған, яғни ежелгі дүниедегі ең бай әрі ең ықпалды қалалардың бірі. Бұл қазір Жерорта теңізінің жағалауында, қазіргі Ливан аумағында орналасқан. Сондықтан да Құдай Тир патшаның бейнесін қолданып керуб періштені айтып отыр бұл жерде. Өйткені олардың арасында көптеген ұқсастықтар бар. Бұл періште өте даналы болған, біз оны оқыдық. Және Даниэл деген пайғамбар болған бұрын, сол Даниэл пайғамбардан да керуб періште өте даналы болған және өте сұлу болған. Ол Құдайдың бағында жүрген, оның киімдері асыл тастармен безендірілген, лағыл, топаз, алмаз, хризолит, оникс, яспис, сафир, изумруд деген тастармен безендірілген. Бұл періште Құдайдың киелі тауында от шашқан тастардың арасында жүрген. Өте керемет жерде жүрген еді ғой бұл періште. Иә, өте керемет жер. Енді Құдайдың патшалығы керемет қой. Бірақ әрине, ол сол жерде күнә жасап, өзінің сұлулығынан көкіректеніп кетті. Иә, қандай күнә жасады? Енді оны Ишая кітабының 14-ші тарауда 12-ші және 15-ші аяттарға дейін оқиық. Ей шолпан жұлдыз, әрі таң шапағы іспетті болған Бабыл патшасы, аспаннан сен қалай құлап түстің? Халықтарды таптап келген сен өзің қалайша жерге лақтырылдың? Өйткені іштей былай дегенсің: мен аспанға көтерілемін, өз тағымды Құдайдың жұлдыздарынан да жоғары орнатамын. Қиыр солтүстікте орналасқан жалған тәңірлер жиналатын таудың басындағы тағыма жайғасамын. Биік бұлттардан да жоғары көтеріліп шығамын, өзімді Хақ тағаламен бірдей қыламын. Қайта сен о дүниеге тұңғиықтың түбіне лақтырыласың деп жазылған екен. Залия, енді осыны түсіндіріп кетсең, кім туралы айтып жатыр? Бұл жерде біз оқыған керуб періштесі туралы айтып жатыр. Оның аты таң шапағының жұлдызы, шолпан жұлдыз деп айтып кеткен кейбір аудармаларда, яғни былайша айтқанда, оның аты Люцифер. Ол латын тілінен жарық жеткізуші, таң жұлдызы дегенді білдіреді. Бұл періште Люцифер биікке көтеріліп, Құдай сияқты болғысы келген, тағын Құдайдың жұлдыздарынан да жоғары қойғысы келген. Сөйтіп, оның жүрегінде тәкаппарлық, көкіректік пайда болды. Ол туралы христиан жазушысы Эллен Уайт «Құтқарылу тарихы» деген кітабында былай деп жазып кеткен: Люцифер Құдайдың билігіне қарсы шыққанға дейін ең ұлы әрі ең көркем періште болған. Және Құдайдың сүйікті ұлынан басқа ешкім оған қарағанда үлкен құрметке ие болмаған. Оның жүзінде де басқа періштелер сияқты кішіпейілділік пен бақыт бейнеленген еді. Оның биік әрі кең маңдайы зор ақыл парасаттың белгісі болатын. Ол барлық жағынан кемеледі. Яғни ол жүріс-тұрысы мен қимыл қозғалысы ішкі асқақтық пен тектілікті білдіретін, ал жүзі айналаның бәрін нұрландырып тұрған ерекше бір жарықпен жарқырайтын.
Бұл жарық көкке онымен бірге болған басқа періштелердің жүзінен тараған нұрдан әлдеқайда жарық әрі көркем еді. Соған қарамастан Құдайдың сүйікті ұлы Мәсіх көктегі періштелердің бүкіл әскерінен де теңдессіз ұлы болатын. Ол періштелер жаратылмай тұрып ақ Құдай әкемен бірлікте еді. Ал Люцифердің жүрегінде Мәсіхке қарсы қызғаныш сезімі пайда болды, және ол біртіндеп тек Мәсіхке ғана тиесілі болған билікті өзіне иемденіп алуға ұмтылған. Люцифер сөйтіп басқа періштелерден биік болған, бірақ биік болғанына қарамастан оның ішінде жек көрушілік, іштарлық пайда болды. Айнұр, енді кейін не болды, соны жалғастырып кетсең? Кейін не болған, кел кітап бізге айтсын. Қазір Аян кітабын оқиық. 12-ші тарау, 7-ші, 12-ші аяттар. Сонда көкте соғыс бұрқ ете түсті. Михаил мен оның қол астындағы періштелері Айдаһарға қарсы аттанды. Айдаһар өз нөкерлерімен бірге оларға қарсы шайқасты. Бірақ төтеп бере алмады. Бұдан былай соларға көктен орын берілмеді. Осылайша алып Айдаһар бүкіл әлемді алдап келген Әзәзіл әрі шайтан есімді ежелден бері келе жатқан жылан көктен қолып бүкіл хабаршылармен қоса жер бетіне лақтырылды. Содан кейін мен көктен шыққан қатты дауысты естідім. Ол былай деді: енді Құдай өзінің халқын құтқарды. Ол құдіретін көрсетіп, патшалық етіп билік жүргізеді. Оның тағайындаған патшасы Мәсіх үстемдік етеді. Ал Құдай алдында күні түні бауырластарымызға жала жауып келген шайтан көктен лақтырып тасталды. Бауырластарымыз тоқтының өз жанын құрбан етіп, қанын төгуінің арқасында және өзінің ізгі хабарды қабылдап ашық мойындауларымен жеңіске қол жеткізді. Олар өз жандарын тым қатты сүймей өлімге қиды. Қуаныңдар, көк және оны мекендегендердің бәрі де. Алайда жер мен теңізде тұратындарға қасірет. Себебі Әзәзіл шайтан төменге сендердің қастарыңа түсті. Ол өз уақытының аз қалғанын білгендіктен қатты ашулы, деп осы Аян кітабында 12-ші тарауда баяндалған. Және біз білеміз, бұл кітапта Иса өзінің Жохан деген шәкіртіне аян беріп түсірген, сөйтіп Жоханның жазған бұл аяны. Бұл аяттарды түсіндіре кетсек, Люцифер Құдайдың періштелерін Құдайға қарсы қоя бастайды. Біздің құқықтарымыз шектелді, біз Құдай тұрмақ, енді Иса Мәсіхке бағынуымыз керек. Бізде енді ешқандай бостандық болмайтын болды. Құдай әділетсіз басқарып жатыр деп барлық періштелерді алдайды. Сөйтіп Құдай періштелерінің 1/3 бөлігі Люцифердің жағына шығып кетеді. Сөйтіп Люцифер және оның періштелері мен Михаил және оның періштелерінің арасында соғыс бұрқ ете түседі. Осы жердегі Михаил деген кім деген сұрақтың жауабы тыңдаушыларымызға қызық болар. Залия, түсіндіре кетсең? Михаил Құдайға ұқсас, Құдай сияқты деп аударылады. Құдай сияқты бір ғана тұлға бар, ол Иса Масих. Сондықтан Михаил ол Иса Масихтың басқа атауы. Сондықтан соғыс Иса мен Люцифердің арасында және олардың періштелерінің арасында болды. Айнұр, бұл соғыс немен аяқталды? Бұл соғыста әрине Иса жеңіске жетеді, ал Люцифер періштелермен бірге жерге лақтырылады. Сөйтіп керемет періште Люцифер Айдаһар деп те аталатын сайтанға айналады. Өйткені біз көрдік жаңа күллі ғаламды қалай азғырып, Құдайдың жағындағыларға күні түні жала жапқанын. Бұл өте қайғылы оқиға. Кезінде керемет өте сұлу періште Құдайға қарсы шығып, аспаннан жерге құлады. Сөйтіп ол шайтан болып кетті. Сондықтан да оны құлаған періште деп атайды. Ал аспанда ол періштелерді алдағандай, қазір жерде де адамдарды алдап келеді. Бірақ осы оқыған үзіндіден біз үмітке ие бола аламыз. Айнұр, бұл қандай үміт? Бұл үміт біз сайтанға төтеп бере алатынымыз жайлы және оның алдағанына қарсы тұра алатынымыз жайлы. Қалайша десеңіз, 11-ші аятта жаңа оқығанымыздай, тоқтының қанымен және өзіміздің куәліктеріміз арқылы сайтанды жеңе алады екенбіз. Енді осы жерде көрермендерімізде сұрақ болар: бұл тоқты деген кім?
Залия, өзің түсіндіріп өтсең. Киелі кітап тоқтының Иса екенін айтады. Ол туралы біз әлі де талқылайтын боламыз болашақта. Иса біз үшін құрбан болды. Ол біздің күнәларымыз үшін құрбандыққа шалынған шынайы тоқты. Ескі өсиетте құрбандыққа қойлар шалынып жүрген болатын. Сол құрбандыққа шалынған қойлар шынайы қойға, шынайы тоқтыға негізделген, яғни Исаның құрбандығына сілтеген. Сондықтан да біздің тыңдаушыларымыз, егер біз Исаны қабылдасақ, оның төгілген қаны бізді күнәларымыздан тазартып, бізге сайтанға төтеп беруге күш бере алады. Иә, Айнұр? Шынымен де солай, тек Иса арқылы ғана біз сайтанның азғыруын жеңе аламыз. Солай біздің сүйікті тыңдаушыларымыз, осылайша біздің бүгінгі талқылауымыз соңына жетті. Біз Люцифердің керемет періште болғанын және күнә жасап жерге құлағанын, және де оның шайтанға қалай айналғанын үйрендік. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазуларыңызға болады. Оларға қуана жауап береміз. Залия, онда сыйынып аяқтайық. Иә, сыйынайық. Біздің сүйікті жаратушы иеміз, Құдай екеуміз, сенің алдыңа Иса Масихтың атымен келіп тұрмыз. Саған осы бүгінгі біздің талқылаған тақырыбымыз үшін мыңда бір рахмет, бізбен бірге болғаның үшін, және тыңдаушыларымыз үшін Құдайым саған мыңда бір алғыс айтамыз. Қазір енді өзің осы сабақты, осы талқылауды біздің тыңдаушыларымыздың жүрегіне жеткізе көрші, олардың зейіндерін, көздерін ашшы, және де бізді құтқару үшін неге барғаныңды Құдайым өзің тыңдаушыларға жеткізші. Иса Масихтың атымен аумин. Амин. Сүйікті тыңдаушыларымыз, бұл әлемнің нұры соңғы уақыттың үні каналы болды. Егер сізге киелі кітаптың талқылауы ұнаған болса, осы каналға жазылып қойыңыз, лайк басыңыз және достарыңызбен бөлісіңіз. Телеграмда киелі кітап талқылау курсы каналы бар, соған да қосылсаңыз болады. Келесі кездескенше достар. Сау саламатта болыңыздар, күндеріңіз сәтті өтсін.